Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін осында өте қарапайым чесночный стрелоктан жасалатын корейский салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымызға аз мөлшерде сұйық май құйып, пиязды майдалап туралап, жақсылап қуырып аламыз. Кейін етімізді де майдалап турап, оны да қуырамыз. Ет қоспай жасасаңыздар да болады, аса бір маңыздылығы жоқ. Етімізді қақпаған жауып, ең баяу отта 25-30 минутта бұқтырып пісіріп аламыз. Келесі бізде чесночный стрелокты жуып, дәл осындай көлемінде турап алып қосамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Кейін татымына қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш қосамыз. Жақсылап қуырамыз. Кейін бізде 2 ас қасық соя қосамыз, сол себептен тұзды аз мөлшерде қосқандарыңыз дұрыс. Соя тұздығымызды қосып болғаннан кейін қуыру барысында біздің соямыз суы тартылып, кішкене қоюлана түседі, цветі өзгеріп, қоңырқай болады. Сол кезде дәмін татып көріңіздер, егер де жұмсарған болса, ол дайын деген сөз. Салатымызды суығаннан кейін тұздығын көрсеңіздер болады, егер де сәл кем болса қоссаңыздар болады. Себебі ыстық күйінде біздің тұзымыз артық немесе кем екені қатты біліне бермейді. Міне біздің корейский салатымыз дайын болды. Наса лайк қойып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.